Маған осы тастардың ойпаң жерде қалай жиналып жатқаны қызық болып тұр. Неге болай міне? Ар жағының барлығы қыр айнала төбелер қоршап тұр. Жан жағының бәрі еш нәрсе жоқ. Жусаннан басқа. Міне. Мына жағы болса да Қаратау. Мына жағы өзен, Бақырлы өзені. Ол сарқырама ағып жатыр міне. Ал енді мына осы тастардың айналасында ешқандай еш нәрсе жоқ. Төбе болып жиналып жатыр. Мен мынаның төбесінде тұрмын қазір міне. Осының астында негізі бір құпия бар ау. Осы қызық болып тұр. Қарашым, бәрін осы бір жерге жиналып. Айналасының бәрінде еш нәрсе жоқ міне. Жусаннан басқа. Бір жерге жиналып қалған тастар. Үйіп қойған былайша айтқанда. Осы тастардың астында бір сыр бар. Бір Алла білет бірақ. Қарайықшы міне. Ойпаңға жиналған. Жан-жағының бір ойпаң. Bir жағы мына батыс жағы өзен, Бақырлы өзені. Айналасының бәрі тегіс. Тек осы мына тастар жиналып қалған міне. Тура адамның қолымен жинаған сияқты. Мына бір тастарды енді қиын, бірақ енді адам көтеріп әкелуі. Bir табиғаттың бір құбылысымен келген ау. Қарашы міне. Тастардың арасы жік-жік, егіз сияқты. Есір бар екен. Жарылып жатыр бұлайынан. Мына қызықты қараңыз. Тура бір жинап қойған сияқты.